Диплом бар, бірақ жұмыс жоқ. Бұл таныс жағдай ма? Сен оқуды аяқтадың, ресми түрде мамансың, бірақ сен ешкім жұмысқа алмайды. Неге? Себебі бүгінгі нарықта диплом тек қағаз. Ал жұмысқа тұру үшін не керек? Осы видеода толық айтып берем. Соңына дейін қара, нақты қадамдар мен тапсырмалар күтіп тұр. Университет білімнің бастауы. Сен теорияны үйренесің, емтихан тапсырасың, диплом аласың. Бірақ университет сені нақты жұмысқа дайындай ма? Көбінесе жоқ. Өйткені қазіргі еңбек нарығында басты құндылық тек білім емес, білімді қолдана білу. Мәселен, командалық жұмыс, уақытты басқару, шешім қабылдау, клиентпен жұмыс. Бұлар саған ешқандай пәнде оқытылмайды. Бұл тәжірибе арқылы ғана қалыптасатын дағдылар. Ал сенің CV-іңде тек 4-ші курста логистика пәнін оқыдым деп жазылса, жұмыс беруші саған неге басқалардан артық сенуі керек? Демек, университет саған бастау береді, бірақ бағытыңды өзің табуың керек. Бір жігіт бар еді, аты Дамир. Ол техникалық университетті үздік бітірді. Барлық сабақтан A алған. Дипломы қызыл. Дамир 4 жыл бойы тек оқуға деген ден қойды. Сабақ, сессия, зертханалар бәрін үлгі тұтарлықтай орындады. Бірақ бір нәрсені ұмытып кетті. Оқу аяқталған соң жұмыс табу үшін тек жақсы баға жеткізгісі екен. Ол 5 ай бойы резюме жіберді. Сұхбатқа шақырылмады. Себебі не? Ешқандай жұмыс тәжірибесі жоқ. Қосымша дағды жоқ, курстарда болмаған. Бір күні ол Телеграмдағы IT қауымдастығына қосылып, стартапқа стажировка өтті. Сол жерде 2 ай тегін жұмыс істеді. Кейін сол командада ресми түрде жұмысқа алынды. Маған ешкім жұмыс бермейді, себебі менің тәжірибем жоқ. Бұл көп студент айтатын сылтау. Бірақ шындық басқа. Ешкім ешкімге дайын орынды ұсынбайды, әсіресе тәжірибесіздерге. Бірақ тәжірибені өзіңде қалыптастыра аласың. Мысалы, факультеттегі шара ұйымдастырдың ба? Жоба менеджмент тәжірибесі. Университеттің инстаграмына пост жаздың ба? SMM дағдысы. Мамандыққа сай онлайн курс аяқтадың ба? Бұл да тәжірибе. Стажировка болсын, фриланс болсын, тіпті досыңа тегін көмектесу болсын, сен жасай алатын мүмкіндік көп. Маман болудың ең бірінші шарты әрекет ету. Тағы қажет 3 нақты құрал бар. Керемет жаңалық, бұларды сен дәл қазір бастап дамыта аласың. Біріншісі жақсы жазылған түйіндеме, яғни резюме. Резюме сенің визиткаң. Мен не істей аламын деген сұраққа нақты, қысқа әрі дәл жауабы болу керек. Мысалы, 2 айлық волонтерлік жоба, 50 адамға SMM тренинг, нәтижесінде 3 адам жұмыс тапты. Егер сенде жұмыс тәжірибесі болмаса, оқу барысындағы жобаларыңды жаз. Группалық презентация жасадың ба, сол да жоба. Екіншісі ол нетворкинг. Қазақстанда жұмыс іздеудің 50%-ның таныс арқылы болады. LinkedIn, Telegram чатты, университеттегі менторлар бәр ресурс. Сен қанша адамға мен жұмыс іздеп жүрмін деп айттың. Үшіншісі сөйлей білу, интервью. Көп студент сұхбаттан құлайды, себебі өз-өзіне сенімсіз. Интервью бұл жай әңгіме, жауап дайындап бар. Жиі қойылатын 3 сұрақ. Неге сені жұмысқа алуымыз керек? Дұрыс жауап мысалы. Менде тәжірибе аз болуы мүмкін, бірақ мен тез үйренем. Жауапкершілікпен қараймын және командада жұмыс істеуді білем. Қазақстанда жұмыс табудың ең қуатты құралы нетворкинг. Студенттер бұл сөзден қорқады. Менде таныс жоқ дейді. Бірақ таныстық бұл тек бай күштінің ойын емес. Сен конференцияда бір адаммен сөйлессең, ол да нетворкинг. Телеграмда мамандыққа арналған чатқа кіріп, өзің туралы жазсаң, ол да байланыс орнату. Ментормен кофе ішіп, сұрақ қойсаң, сен өз болашағыңа инвестиция жасап жатырсың. Жұмыс табу кейде резюме емес, бір дұрыс кездесуге байланысты болады. Сондықтан үнсіз отырма, нетворкинг жаса, адамдармен сөйлес. Себебі мүмкіндіктер адамдарда. Қазақстанда 2024 жылы 20 мыңнан астам түлек жоғары оқу орнын бітірді. Бірақ олардың 30% әлі күнге дейін жұмыс таппаған. Жұмыс берушілердің 70% кандидаттың жұмыс тәжірибесіне емес, дағдыларына қарайды. Қарапайым дағды мысалдары: Word, Excel, Google Docs, видеоредактор, яғни CapCut, Canva сияқты, SMM, Instagram жүргізу, Reels түсіру, командалық жұмыс, проблема шешу. Осы дағдыларды меңгерсең, жұмыс өз сені іздейді. Қазір жұмыс көп деп жиі айтамыз. Бірақ қай салада, қандай бағытта? Мысалы, IT десе бірден программист болу керек деп ойлаймыз. Бірақ IT ішінде 30-дан астам түрлі рөл бар. UX дизайнер, аналитик, жобалар менеджері, техникалық жазушы. Сол сияқты маркетингте тек жарнама емес, SEO маманы, таргетолог, креатив продюсер деген бағыттар бар. Білім беру саласында да тек мұғалім емес, онлайн курс жасаушы, әдістеме құрастырушы, контент жазушы болып жұмыс істеуге болады. Әр саланың ішіне де сен таба алатын бағытың бар. Тек тереңірек қарап, үйрен. Өз бағытыңды іздеуден қорықпа. Тар шеңберде қалма.
қызығушылықтан мамандық туады. Бірінші жұмыс ең қиыны, себебі сенде тәжірибе жоқ, сенім аз, қорқыныш көп. Мені әлі дайын емеспін, мені алмайды, басқа мықтылар көп қой. Бұл ішкі дауысың, бірақ бұл дауысты жеңудің жалғыз жолы әрекет ету. Бірінші сұхбат сәтсіз өтуі мүмкін, бірінші резюмең шикі болуы мүмкін, бірақ онсыз тәжірибе жиналмайды. Барлығы әрекет арқылы келеді. Сен сынап көру арқылы ғана дамисың. Бір күнде бәрі болуы мүмкін емес, бірақ бір қадамсыз ештеңе өзгермейді. Енді өз-өзіңе шын жауап бер. Түйіндемең дайын ба? Соңғы бір айда қандай дағды үйрендің? Бүгін бір адамға жұмыс іздеп жүрмін деп айттың ба? Егер осы 3 сұраққа жоқ десең, демек сен дайын емессің. Бірақ бүгіннен бастап бәрін өзгертуге болады. Бұл видео тек мотивация емес, бұл әрекетке шақыру. Студенттік шақ бостандық пен жауапкершілік қатар жүретін кезең. Сенде таңдау бар, сериал көру ме, әлде LinkedIn-ге аккаунт ашу ма? Күніне небәрі 30 минут қана уақытыңды дамуға бөлсең, айына 15 сағат. Бір курс, бір кітап, бір мини жоба. Осылар саған келесі сұхбатта артықшылық береді. Уақытты дұрыс басқару болашақтағы табыстың кепілі. Өйткені маман бір күнде емес, күн сайын өсетін адам. Бүгінгі кішкентай шешім ертеңге үлкен мүмкіндіктің басы. Қазір саған нақты 3 тапсырма. Түйіндеме жаз, өз жобаларыңды жаз. Телеграмда жұмыс топтарына кір, бір курсты баста. ютубта тегіні толып жатыр. Осы видеоны досыңа жібер, бірге даму оңай. Қазір қандай дағды үйреніп жүргеніңді комментке жаз. Каналға тіркел, колокольчик бас, келесі видеода сұхбат сұрақтарына дайындалу жолын бірге талдаймыз. Маман болуға алғашқы қадам.